Мен тілім шығып, ес білгелі. Абай атамыздың өлеңдерін жаттаумен келемін. Ақ киімді денелі ақ сақалды. Бәлкім 5 жастағы кезім шығар. Абай деде абайсың. Жарайсың. Мен бір күні әкемнен Абай атамның көп өлеңін жаттап алдым ғой. Енді барып өзіне айтып берсем бола ма дедім. Әкем маған, сен осыдан да көп өлеңдерді жаттасаң, кейін атаңның ауылына ертіп барамын деді. Әке дедім тағы бір күні. Атамның ауылында қозылақ көп шығар, Қайсы таңың деп әкем таңдан асырады. Абай атамды айтамын дедім. Бүгін тағы бір өлеңін жаттадым. Сіз мені Абай атамның үйіне ертіп барам деп едіңіз ғой. Сонда әкемнің ұзақ күлгені есімде. Әкем мені жерден көтеріп алды да жаттаған өлеңімді тыңдады. Және мені атамның үйіне апаруға уәде берді. Менің әкем айтқанында тұратын жан. Бірақ ұмытып қалмасын деп, үнемі жаңа өлең жаттаған сайын, енді барсақ бола ма? Енді барсақ бола ма екен? деп есіне салып отырдым. Ақыры былтыр жазда әкем мені Абай атамның үйіне ертіп барды. Абай атамның ауылында болдым. Ол кісі менің ғана емес, бүкіл қазақ баласының атасы екенін сонда білдім. Ал мен отырған жер Абай атамыздың туған ауылы Жидебай. Жидебай ауылы Евразия кеңістігінің кіндігі. Абай атамыздың шығармалары шығыс пен батысты тоғыстырған. Мен бүгін Абай атамыздың ауылында, қажетті Жидебайда тұрмын. Менің оқитын өлеңім ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Әрине, мен онда армандағандай қозы-лақпен ойнай алған жоқпын. Бірақ әкем әңгімелеп беретін бала абай жүрген жерлерді көргенде көп есейіп кеткендей сезіндім өзім. Мен енді Абай қара сөздерін жаттай бастадым. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрін баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді не қылып, қайтып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бақпаса, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өлсері өзіне керегінше бағар. Енді қартайғанда қызығын өзі түгіл көре алмайтұғын. Ұры, залым тілемсектердің азығын бағып берем деп қалған аз ғана өмірімді қорлар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсіз, кезде мені жайып салып, отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқасар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған сопылық?
Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харакетке қосайын? Балаларымның өзі не ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара тияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім, ақыры осыған байладым. Енді бұдан басқа ешбір жұмысым жоқ. Абай қара сөздерін ағылшын тілінде бүкіл әлем балаларына айтып беруді армандадым. Whether for good or ill, I have lived my life traveling along a road, through twists, struggles, and quarrels, disputes, and arguments, suffering, and anxiety, and reached these advanced years, to find myself at the end of my tide of everything. I have realized the vanity and the futility of my labors and the meanness of my existence. What shall I occupy myself with now, and how shall the rest of my life? I have realized that I can find no answer to this question. Rule the people? No, the people are ungovernable. Let this burden be shouldered by someone who is willing to contract an incurable malady. Сосын Абай жолы романын да оқығым келді. Есі Қаратай мен Абай қасындағы. Шынында Абай атам бүкіл қазақ баласының рухани атасы.